ұлтқа қызмет еткен адамдарды көбірек насихаттағанымыз жөн сияқты. Мысал ретінде алатын болсам, Семейде қазақ тілі қоғамының тұңғыш төрағасы болған профессор ұстазым Қинай Шаяхметұлы. Ол кісінің қазіргі қазақ тілі, шартарап және тағы басқа еңбектері бар. Түркология бойынша да ой қозғады. Мамановтың жетекшілігінде қорғаған қазіргі қазақ тіліндегі екі функциялы аффикстер тақырыбындағы диссертациясын сол университетке барып алып, соған қатысты мақала жазған. Ал шартарабы құнды кітап. Осындай кісілерді халық көбірек білсе екен деп ойлаймын. Енді жалпы әлем бойынша алатын болсақ, тарихта ұлтын өрге сүйреген, мысалы Үндістанда Джавахарлал Неру, Францияда Шарль де Голль, Сингапурда Ли Куан Ю, Малайзияда Махатхир Мохаммад сияқты адамдар болған. Қазақта да мықты азаматтар бар. Енді аққу шортан хәмшайым болып жан жаққа тартпасақ болды. Жоспарым өзімнің арманыма жұмыс істей жүріп ұлтқа қызмет ету. Амин, бәрекелді.